Бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем. Бүгінгі видеода біз Жапония жайлы қызықты деректер айтатын боламыз. Сіз видео басылмай жатырып арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Ал біз кеттік. Жапония күншығыс елі. Шығыс Азия жағалауларына жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Ел 6852 аралдардан тұрады. Ең үлкендері Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю. Халық саны 126 миллион адам. 99% жапондар. Ресми тілі жапон тілі. Діндері Синто және де Будда. Астанасы Токио қаласы. Ал императоры Нарухито. Жер көлемі жағынан әлемде 61-ші орында. Валютасы Жапон иенасы. Тарихына келетін болсақ, 1945 жылы Америка әуе әскери күштері 6 және де 9 тамыз күндері Жапонияның екі қаласына, яғни Хиросима және де Нагасаки қалаларына атом бомбасын тастады. Одан соң 1945 жылы 2 қыркүйекте Жапония өзінің толық жеңілгендігі жөнінде актіге қол қойды. Елге одақтастар атынан ақш әскерлері басып кірді. Жапония барлық отарларынан айырылып, ел экономикасы аса қиын жағдайда қалды. Бірақ 1950 жылдардан бастап экономика тез арада көтеріліп, 60 жылдардың аяғына таман Жапония дамыған елдер арасында ақштан кейінгі 2-ші орынға шықты. Ал ежелгі самурай, Жапон император мен Жапон халқына қылтықсыз қызмет ету. Самурайлар тек әскери жауынгер ғана емес, олар өз қожайындарына оққағар ретінде де қызмет етумен қатар, күнделікті шаруаларына да араласып отырған. Самурайлық атадан балаға қалып отырды. Және жапондар өз ана тілдерінде бір-екі ауыз сөз айта алған адамды аса қатты құрметтейді. Өйткені олар бұл тілді үйрену еш мүмкін емес деп санайды. Жапон тіліндегі тілдейтін ең ауыр қарғыс сөз ақымақ және жарымас деген сияқты сөздер. Токио қаласы әлемдегі ең қауіпсіз мегаполис. Токиода жүрудің қауіпсіз болғаны соншалықты 6 жасар балалар қоғамдық көлікте жеке өздері жүре береді. Сонымен қатар жапондар әлемге анимені алып келді. Жапонияда оқу жылы 1 сәуірден басталады. Және жапон тілінде айлардың атауы жоқ. Олардың орнына жапондықтар реттік санмен 1 ай, 2 ай, 12 ай деп атайды. Ал сіздің ойыңызша, Жапония алдағы уақытта әлемде барлық жағынан 1-ші орынға шыға алады ма? Комментарийға жазып кетіңіз. Ал достар, осымен біздің деректеріміз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, пайдасын тигізген болса, лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Және де қоңырау басыңыз, достарыңызға таратыңыз, еңбекті бағалайық. Ал сау!